Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен бірге қамыр қолдан жайылатын, өте жұмсақ және өте дәмді болып шығатын ұйғыр самсасын дайындайтын боламыз. Ол үшін құрғақ ыдысқа жұмыртқа және ерітілген сары майымызды құямыз. Сары майымыз міндетті түрде суыған болуы қажет. Егер де ыстықта құятын болсаңыздар, сіздердің жұмыртқаларыңызды пісіріп жіберуі мүмкін. Содан соң қаймақ, мендегі 20% президент қаймағы. Барлығын жақсылап араластырып аламыз. Және де менде бұл видеода тұз бен шекер бірге қосылып салынып жатыр. Үккіден өткен ұнымызға қопсызғышты қосып, аз мөлшерден сала отырып, қамыр илейтін боламыз. Ұнымызды міндетті түрде үккіден өткізіп саламыз. Сонда біздің дайындап жатқан қамырымызда ұн түйіршіктері болмайды. Дайын болған қамырымыз видеода көрсетілгендей қолға жабыспайтын, қатты жұмсақ немесе қатты емес, осындай орташа массада болады. Содан соң қамырымызды ас пленкасына орап 10 минутқа демалдырып қоямыз. 10 минут өткеннен кейін қамырымызды оқтаумен қамыр жайғандай етіп жайып, сопақша пішінге келтіріп, оны бөліктіре бөлетін боламыз. Қамырларымызды бөліктерге бөліп болғаннан кейін қолымызбен видеода көрсетілгендей домалақтаймыз. Менде шамамен бұл тестадан 15 шақты шықты. Келесі самсаның салмасын дайындайтын боламыз. Салмасы өзіңіздің қалауыңызша болады. Мендегі асқабақтан түрлі дәмдеуіштерді қосып жақсылап араластырып аламыз. Қамырымызды қатты қалың немесе қатты жұқа етіп жаюға болмайды. Өзіңіздің көзіңізбен орташа көлемде, орташа қалыңдықта жаясыздар. Салмамызды салып, қамырымызды бүгіп бастаймыз. Дайын болған самсаларымыздың бетіне жұмыртқаның сарысын жағып, күнжіт сеуіп, алдын ала қызып тұрған пешке 35-40 минутқа пісіріп аласыздар. Жалпы пештің қызу градусы 150-160 градуста піседі. Әркімнің пешінің қызу градусы әртүрлі болғандықтан өздеріңіз бақылап қарап отырғандарыңыз жөн. Міне біздің самсаларымыз дайын болды. Сіздерге ортасын бөліп көрсетейін. Өте дәмді, өте жұмсақ болып пісті.
Видеоны соңына дейін көргендеріңіз үшін алғысым шексіз. Сіздермен бірге болған Аружан Тәтті әлем каналы. Біздерге жазылып, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.